Жин У мен Жин Хо Жапонияға келеді. Осы сәтте Америкадағы дәрежелі аңшылар жиналып, Кореяның жаңа аңшысы Жапонияға барыпты. Ол ондағы порталды жаба алмай, қаза табады деп өзара әңгімелесіп отырады. Дәл сол кезде Томас келіп: "Сендер шынымен солай ойлайсыңдар ма? Ал мен оның ол жердегі порталды жауып, тірі шығатынына өз үйімнің ғимаратын бәске тігуге дайынмын. Қане, бәстесейік", дейді. Олар тікелей эфирден бақылап отырғанда, Америка аспанында да алып портал ашылғанын көреміз. Ал Жин У Жапонияға келген бетте, сол жердегі өлген алып құбыжықтардың барлығын өз көлеңке әскеріне айналдырады. Мұны көрген Жапония аңшылар қауымдастығының президенті қатты таңырқайды. Ол Жин Удың күшті екенін білген, бірақ мұндай деңгейде деп ойламаған еді. Жин У болса, бұл оңай болды дегендей, ірі құбыжықтардың барлығын жеңіп шығады. Порталға қараған сәтте, оның алдында бұрынғылардан 1-2 есе ірі алып құбыжық отырғанын көреді. Жин У оған қарап: "Ең соңғысы сенсің бе? Онда сені де жер жастандырайын", дейді. Алайда айналасына көз жүгірткен ол бұл жердің жын шайтандар мекендеген әлемге ұқсайтынын аңғарады. "Системаны жасағаның айтуынша, мен осындай жерде қаза табуым керек еді. Сонда бұл соның бастамасы ма?" деп ойлайды. Барлық әскерлер: "Ана құбыжықты жойыңдар." Бірақ қарсылас оңай болмай шығады. Ол алып қылышын бір сермегенде, көлеңке әскерінің көбін жойып жібереді. Жин У кайсерге мініп, Игрис пен Берумен бірге шабуылға шығып, құбыжықты жеңеді. Бұл шайқасты бақылап тұрған Жапония қауымдастығының бір қызметкері: "Бұл адам мен құбыжықтың шайқасы емес. Бұл екі құбыжықтың шайқасы" деп сипаттайды. Жеңілген алып құбыжықтың денесіне шыққан сиқырлы мана порталдың ішіне қарай тартыла бастайды. Мұны байқаған Жин У порталға секіріп кіреді. Ішке кірген сәтте жағымсыз күлкі естіледі. Сол дыбысқа қарай барған Жин У темір шынжырмен кісенделген алып құбыжықты көреді. Әлгі құбыжық Жин Уға қарап: "Қош келдің, көлеңкелер ханы. Мені мына шынжырлардан босат. Мен реттеушілердің не ойлап жүргенін білдім. Олардың жоспарын басқа әміршілерге жеткізуіміз керек", дейді. Сәл кідіріп: "Тоқтай тұр. Сен мен білетін көлеңкелер ханы емес екенсің", деп қосады. Жин У одан: "Реттеушілер деген кім?" деп сұрайды. "Құбыжық. Олар әміршілердің қас жауы, дұшпандары", деп жауап береді. Осылайша әлгі ірі денелі құбыжықтың өзі әміршілердің бірі екені белгілі болады. Ол Жин Уға: "Сені реттеушілер қуып жүр. Олар сенің соңына түскен. Мен саған көмектесе аламын, тек мына шынжырларды босат", дейді. Бірақ Жин У оның сөздеріне сене қоймайды. Сол сәтте құбыжық уәде деп аталатын қабілетін қолданады. Бұл қабілет іске қосылғанда сөйлесіп тұрған екі жақ бір-біріне өтірік айта алмайды. Әңгіме барысында порталдардан шығатын барлық құбыжықтардың ретсіз әлем деп аталатын әлемнің жаратылыстары екені анықталады. Сол жаратылыстарды басқарып, оларға әмір жүргізетіндерді әміршілер, яғни хандар деп атайды. Ал реттеушілер деп аталып жүргендер періштелер екен. Сол періштелер ретсіз әлемнің барлық жаратылыстарын тұтқындап, оларды белгілі бір жерде жинап, кейін порталдар арқылы жерге жіберіп отырған. Олардың мақсаты соғыстардан аман қалатын ең мықты әлемді қалыптастыру. Осы жоспар бойынша өзге әлемнің құбыжықтарын жерге үздіксіз жіберіп отырған. Жинудың шынайы күші белгілі болған сәттен бастап, оған әрі әміршілер де, әрі реттеушілер, періштелер де жау болып шыққан. Осылайша ірі денелілердің ханы Жин Уға: "Мен сенің жағыңда соғысуға дайынмын. Сен жалғыз өзің барлық әміршілер мен реттеушілерді жеңе алмайсың. Уәде қабілетінің әсерінен мен өтірік айта алмай тұрғанымды өзіңде жақсы білесің", дейді. Жин У бір шынжырды үзіп, оның бір қолын босатады да: "Тоқта, мен саған бір сұрақ қояйын. Егер менің жағыма шықсаң, адамдарды да қорғаймын деп уәде бере аласың ба?" дейді. Хан оған: "Сен өмір сүріп отырған бұл әлем реттеушілер мен ретсіз әлемнен келген жаратылыстардың соғысынан кейін күлге айналады", деп жауап береді. Жин У ханның арқасына қараған сәтте, оның денесіне бекітілген гауһар кристалды көреді. Сөйтсе, дәл осы кристалл арқылы реттеушілер барлық құбыжықтарға әмір беріп, адамдарды өлтіруге бұйрық жіберіп отырады екен. Кристалл тұрған кезде құбыжықтар ол бұйрыққа қарсы шыға алмайды. Мұны түсінген Жин У: "Жоқ, сен адамдарды өлтіресің. Демек, мен сені босата алмаймын. Осылайша арамыздағы серіктестік тоқтады", деп ханды өлтіреді. Ол оны көлеңке әскері қатарына қосуды ойлайды, бірақ әміршілерді әскер етіп ала алмайтынын түсінеді. Осы сәтте Америкада Селнер Кристофер есімді мемлекеттік деңгейдегі аңшының үйіне келіп: "Сен жақында өлесің", дейді. Белгілі болғандай, Селнер болашақты аздап көре алады екен. "Кристофер, мен мемлекеттік деңгейдегі аңшымын. Қалайша мен өлемін?" деп сұрайды. Селнер: "Жоқ, сен өлесің. Сені құтқара алатын жалғыз адам бар, ол кореялық Сон Джин У", деп жауап береді. Бұл уақытта Жапониядағы порталдың еш қиындықсыз жабылғаны туралы жаңалықтар әлем бойынша тарап, әлеуметтік желілер мен ақпарат құралдары жарыса жазып жатады. Ал Америкада Томас ашылған ес дәрежелі порталды жапқан екен. Соның құрметіне үлкен мерекелік жиын өткізіледі.
Томас бұрын өзімен бәстескен аңшыларды көріп: «О, сендер осында екенсіңдер ғой. Жину өледі деп менімен бәстескен едіңдер. Сен үйіңді бер, сен яхтаңды бер. Ал сенің галстугың жақсы екен» дейді. Бірі: «Мен сізбен бәстеспеген едім» дейді. Томас: «Солай ма? Менің галстугым қалай көрінеді?» «Галстук жақсы, бірақ көйлегіңізге мүлде үйлеспейді». Айтпақшы, биылғы аңшылардың ірі іс-шарасына кореялық Жину да келеді екен. Мұны естіген Томас қатты қуанып, оның Америкаға келетіні жақсы болды дейді. Ал Жинхо Кореяға оралғанда әкесінің мәңгілік ұйқы дертіне шалдыққанын біледі. Әкесі шын мәнінде ұлын қатты жақсы көрген екен. Оның абайсыз түсіп қалған суреттерінің бәрін газет-журналдардан қиып алып, жеке дәптеріне жапсырып қойған. Мұны көрген Жинхо көз жасына ерік береді. Қатты қайғырған ол әкесінің бөлмесінен шығып бара жатқанда, Жину көлеңкеден пайда болып: «Бұлай қатты қиналудың қажеті жоқ, бауырым. Саған қарап, өзім де ыңғайсызданып тұрмын» дейді де, Жинхоның әкесіне өзінің анасын емдеген өмір суын ішкізіп кетеді. «Туған күніңмен дәл уақытында құттықтайын деген едім. Бірақ амал нешік, сыйлығыңды ертерек беруге тура келді. Туған күнің құтты болсын, бауырым». Ал Джина болса, ешқандай ауруға шалдықпаған, тек ағасын уайымдап көп ұйықтап жүргені белгілі болады. Ол толықтай аман-есен еді. Осы кезде селнер өледі деп болжаған Кристофердің үйіне тағы да бірнеше адам келеді. Мемлекеттік деңгейдегі бір аңшы, Шежу аралындағы ірі денелі жауынгер және қап-қара киінген әйел. Олар құбыжықтардың тілінде сөйлесе бастайды. «Егер сен адамдардың жағында болып, оларды құтқарамын деп шайқаса берсең, ешкімді де құтқара алмайсың. Мұны түсінесің бе, жердің құрты?» дейді олар. Кристофер таңырқап: «Сен не деп тұрсың?» дейді. Жауап келеді: «Тоқта, мен саған емес, жоғарыдан байланысқанмен сөйлесіп тұрмын. Сен мен сөйлесетін деңгейде емесің». Бұған ашуланған Кристофер құбыжық бейнесіне еніп, олармен шайқасады. Мұндай кейіпке тек мемлекеттік деңгейдегі аңшылар ғана кіре алады. Ал осы уақытта селнердің көмекшісі Жинуға келіп, мемлекеттік деңгейдегі аңшы Кристофердің қаза тапқанын хабарлайды. Оның мәйітін сөндіру үшін 1800 өрт сөндіруші жұмылдырылғанын да айтады. Қылмысты жасаған күдікті ретінде осыдан 10 жыл бұрын өлді деп есептелген Жинудың әкесінің суреті көрсетіледі. Бұған қатты ашуланған Жину әміршінің қолы қабілетін қолданып, көмекшіні қылқындыра бастайды. «Ойындарың шектен асып барады. Менімен осылай қалжыңдасуға қалай дәттерің барды?» дейді ол. Көмекші кешірім сұрап, бір ауыз сөз айтуға рұқсат сұрайды. Жину оны босатып сөзін тыңдайды. Көмекші былай дейді: «Сіздің әкеңіз 10 жыл бұрын кірген порталдан қайта шықты. Тергеу кезінде ол біздің ес дәрежелі аңшыларымызды жарақаттап, Америка аңшылар қауымдастығының ғимаратын қиратып, қайтадан қашып кетті. Сондай-ақ ол Жинуды мемлекеттік деңгейдегі аңшылардың арнайы жиынына шақыру үшін келгенін жеткізеді. Жиында Жинудың әкесіне іздеу жарияланатыны ресми түрде айтылмақ. Бұған қоса, жиынға тек мемлекеттік деңгейдегі аңшылар ғана емес, әлемдегі ең беделді аңшылар да қатысатыны хабарланады. Көмекші кетіп бара жатып, өз ойына таңырқайды. «Мені ауа арқылы ұстап тұрған қабілетті тек 5 мемлекеттік деңгейдегі аңшы ғана қолдана алатын еді. Сонда бұл 6-шысы ма?» Ал жаңалықтарда ес дәрежесін жақында ғана алған, Ажин ұйымын басқарған Жинудың әлемнің ең үздік аңшылары жиналатын үлкен жиынға шақырылғаны туралы ақпараттар жарыса тарайды. Көзілдірікті аңшы сұхбат беріп жатып: «Мен сон Жину аңшымен мақтанамын. Қазір бізде кез келген дәрежедегі портал ашылса да, оны жаба алатын сенімді аңшымыз бар» дейді. Ішінен ол Жапониядағы порталды тазалағанына 4 күн болды. Бірақ әлі ешқандай хабар жоқ деп ойлайды. Ал Қытайда аңшыларды басқа елдердегідей әріптермен емес, жұлдыздармен жіктейді екен. Ең мықтысы 5 жұлдызды аңшылар. Бірақ Қытайда жалғыз 7 жұлдызды аңшы бар. Бұл Чежу аралындағы құмырсқаларды жою кезінде аспанға қылышымен сәуле жіберген және берумен төбелесу әлдеқайда қызық болады деген аңшы. Ол Корея аңшылар қауымдастығынан Жину туралы толық ақпарат сұратқан. Ата бұл хабарды естіп күлімсіреп: күштісін бірден таниды деген осы. Оған толық ақпарат бермеңдер. Қажет болса, жалған мәлімет беріңдер дейді. Осы кезде Томас бөлмесіне Дон Сокты шақырып: «Ертең Америкаға Жину келеді. Онымен қақтығысушы болма» дейді. Дон Сок бірдеңе айтпақ болғанда Томас сөзін бөліп: «Мен сенің ұйымыңның шеберімін. Менің айтқанымды орында. Әйтпесе өз қолыммен өлтіремін» деп қатаң ескертеді. Қатты қорыққан Дон Сок келіседі. Бөлмеден шығып бара жатқанда Томас көмекшісіне: «Дон Сокты бақылаудан шығармаңдар» деп бұйырады. Көмекші: «Ол бақылауда болғанына қатты ашуланатын шығар» дейді. Томас: «Жинумен кездесіп өлгеннен гөрі ашуланып жүргені жақсы» деп жауап береді. Осылайша үлкен жиналыстың басталар уақыты да келеді. Бұл жиынға әлемнің ең танымал әрі ең күшті аңшылары түгел жиналған. Германиялық бір аңшы Жинуды көріп таңырқап: ол әскерлерін басқа әлемнен шақырмайды екен. Әскерлерін көлеңкесіне жасырып, өзімен бірге алып жүреді ме? Мұны күтпеген едім дейді.
Ал Джин Хо сол жерде аңшылар қауымдастығы төрағасының орынбасарын көріп қалады. Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Деп сұрайды ол. Орынбасар. Мен Джину аңшыны қорғау үшін келдім дейді. Кімнен қорғайсыз? Дейді Джин Хо. Сасқалақтаған орынбасар. Атаның тапсырмасы осылай деп жауап береді. Джин Хо күлімсіреп. Өзіңізді өзіңіз қорғаңыз. Егер Джину сізді қорғамаса, біз екеуміз оны қорғай алмаймыз дейді. Джинудың келгенін көрген Америка аңшылар қауымдастығының президенті оны жеке шақырып, арнайы кездесу ұйымдастырады. Джину. Бұл жерде 8 жыл бұрынғы ес дәрежелі құбыжық, Камеш атты айдаһардың қаңқасы сақтаулы деп естідім. Мені сонда алып бармайсыз ба? Дейді. Бұған таң қалған президент селнерге қарап. Сен оның өлген жаратылыстарды тірілте алатынын айтқан едің. Демек, ол Камешті өз әскеріне қоспақ қой. Бірақ бұл оның күшін көруге тамаша мүмкіндік дейді. Олар Камештің қаңқасы жатқан қоймаға барады. Президент Джинуға жақындауға рұқсат береді. Джину қаңқаға жақындап. Тұр. Дейді. Камеш көлеңке әскеріне айналып. Сен мені шақырған әміршісің бе? Мен сені танимын, көлеңкелер ханы дейді. Мұны көрген қауымдастық мүшелері қатты таңырқайды. Камеш адамдарды жоюға ұмтылып, ақырып жібереді де, жанында тұрған ешкім бұза алмаған әйнекті қиратады. Аңшылар абыржып. Қашыңдар. Тезірек қашыңдар. Деп айғайлайды. Тіпті президенттің өзі де шегінбек болады. Сол сәтте Джину. Жеткілікті. Деп бұйырады. Камеш басы иіп. Айдаһарлар ханасына бағынған мен сияқты құл үшін сенің әскерің болу құрмет. Барлық бұйрығыңды мүлтіксіз орындаймын дейді. Алайда Камештің өлгеніне көп уақыт өткендіктен, оның көлеңкесі көп ұзамай өздігінен жойылып кетеді. Жойылар алдында ол. Реттеушілердің күшін қолданатын 4 аңшы бар. Солардан сақ бол деп ескертеді. Қоймадан шыққан Джину жиналыс өтетін залға келеді. Сол жерде оны қауымдастық орынбасары қарсы алып, Джин Хоның жоғалып кеткенін хабарлайды. Сөйтсе, Джин Хоны Дон Сук алып кеткен екен. Ең өкініштісі, Джину оған көлеңке әскер тағайындауды ұмытып кеткен. Жамандықты сезген Джину ғимараттардың үстімен жүйткіп, барлық әскеріне. Джин Хоны табыңдар. Деп бұйырады. Дәл осы уақытта Томас Дон Сук бақылауда болған бөлмеге келеді. Бірақ Дон Сук күзетшілердің бәрін талқандап қашып кеткен болып шығады. Томас ашуға булығып. Ол ақымақ өз күшінің Джинудың жанында түкке тұрмайтынын біле тұра, онымен шайқаспақ па? Барлығын тыңдаңдар. Джинудан бұрын Дон Сукты табыңдар. Егер оны Джину тауып өлтірсе, біздің арамыз бұзылады, ал мен онымен соғысуға мәжбүр боламын. Ол өзі жеңе алмайтынын біліп, мені айдап салмақ болды. Қатты қателесті. Тезірек табыңдар. Деп бұйырады. Ал осы кезде Джин Хо қатты соққыдан әрең тұрған күйде болады. Дон Сук одан. Менің ағамды кім өлтірді? Джину өлтірді, солай ма? Шыныңды айт. Дейді. Джин Хо оған ортаңғы саусағын көрсетіп, қарсылық білдіреді. Бұған ашуланған Дон Сук оны қайта соққыға жығады. Сол сәтте Джинудың бір көлеңке әскері оларды байқап тұрады. Дон Сук. Жақын жерде тағы портал ашылды ма? Деп ойлайды. Ал көлеңке әскері орнынан қозғала алмай дірілдеп тұрады. Ол Джинудың қаһарынан қорқып тұр еді. Дон Сук оған шабуыл жасауға ұмтылған сәтте. Ауыз. Деген дауыс шығып, Джину пайда болады. Дәл осы мезетте Кореяда Джинудың анасы қызын еркелетіп отырып. Ұлым қазір не істеп жүр екен? Деп ойлайды. Ал оларды сырттай бақылап тұрған Беру көлеңкеден шығып. Бұл менің әміршімнің анасы деп сыбырлайды. Сіз уайымдамаңыз. Егер біздің хан жеңе алмайтын қарсылас шықса, оны ешкім де жеңе алмайды. Бірақ біздің ханды жеңу мүмкін емес деп ойлайды Беру. Дәл осы сәтте Беру кенеттен қатты қысымды сезінеді. Денесі дірілдеп. Мен бұл сезімді бұрын бастан өткергенмін. Біздің хан қатты ашуланып жатыр дейді. Дон Суктың қайда екенін білген Томас адамдарын жинап, сол жаққа бет алады. Жолда ол Джинудың қуатын бірден сезіп. Шайтан алғыр басталып кетті деп, көліктің есігін бір теуіп ұшырып жіберіп, секіріп оқиға орнына қарай асығады. Бұл уақытта Джину Дон Сукты бір соққымен ұшырып жібереді де, Джин Хоға өмір суын ішкізбек болады. Бірақ жарақаты тым ауыр болғандықтан өмір суы әсер етпей. Қатты ашуланған Джину жанында тұрған 2 дәрігер аңшыдан. Сендер дәрігер аңшыларсыңдар ма? Тез арада Джин Хоны емдеңдер. Дейді. Олар. Сен не деп тұрғаныңды түсінбедік. Біз корей тілін білмейміз. Ағылшынша сөйле деп жауап береді. Сол кезде Дон Сук қирандылардың арасынан шығып. Ол сендерге ана жерде жатқан ақымақты емдемеңдер деп айтты дейді. Сосын Джинуға қарап. Біз алғаш рет кездесіп тұрған шығармыз. Бірақ менің ағамды өлтірген сенсің ғой, солай ма? Дейді. Джину дәрігер аңшыға тағы да. Мен саған емде дедім дейді. Дәрігер. Мен сенің бұйрығыңды орындамаймын. Егер бастығым бұйырса ғана емдеймін деп жауап береді.
Ашуға булыққан Жину әміршінің қолы қабілетін қолданып, оның бетін қысып ұстап: «Соңғы рет сұраймын, емдей аласың ба?» дейді. Дәрігер аңшы басын шайқайды. Сол сәтте Жину оны жерге қатты ұрып, өлтіріп тастайды. Орнынан тұрған Дон Сук тағы да: «Менің ағамды өлтірген сенсің бе?» деп сұрайды. Жину суық дауыспен: «Ағаңнан өзің барып сұра» деп, оны тағы бір соққымен ұшырып жібереді. Есін әрең жиған Дон Суктың дәл алдында Жину оған жек көрінішке толы көзқараспен қадалып тұрады. Осылайша бүгінгі бөлім аяқталады. Келесі бөлімді жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, лайк басып, бөлісуді ұмытпаңыз.